көбісі бос уақытын өткізіп демалу үшін емес, көбісі білім алу үшін оқиды. Кітаптың пайдасына келсек, кітап оқу арқылы адамның сөздік қоры көбейіп, ойлау қабілетін артады. Ақындардың көбісі жастайынан мектептен жалпы кітап оқуға өзіне міндеттеп келеді. Сол себепті сіздер де кітап оқыңыздар, кітаппен дос болыңыздар. Үшінші бақытым халқым менің соған берем ойымның алтын екенін. Ол бар болса мен бармын, қор болмаймын. Қымбатырақ алтын нарда нарқын менің. Ал екінші бақытым тілім менің. Тас жүректі тілімнен тілім дедім. Кең кеуде дүниеден түңілсем де, қасиетті тілімнен тілім дедім. Бақытым бар үшінші отан деген, Құдай деген кім десе отан дере. От сөнген жалғанда жан барсың ба? Ойланбай-ақ келді ақ отан менен. Түтін түтет, өз өрбі көгере бер. Немерелер көбесі шөлдере бер. Жадында ысыта жақсылық күтпегесін. От емес, оқ сұрасам менен егер. Үш бірдей бақытым бар алақанда, мені мұндай бақытты жаратар ма? 3 күн нұрын төгеді аспанымнан, атырау